сондай интоксикациялық, жалпы милық, санасының бұзылуы және менингиалды осындай 4 синдром бар. Яғни екінші сұрақ енді. Екінші сұрақ. Баланың жағдайының ауырлығын не анықтайды дейді. Баланың жағдайының ауырлығын, яғни мен айтқандай жаңа баланың жағдайы ауыр дәрежеде болып табылады, өйткені оның асқынуы нейротоксикоз жүріп жатыр. Өйткені температура 39-ға жетті деп айтуға болады, 38-9, және ибупрофен ешқандай эффект бермеді. Клоникалық, тоникалық құрысулар байқалады және бала есін жоғалтты. Жаңағы жалпы менингиалды синдромдардың ондығы да баланың ауыр дәрежесі, яғни ауыр дәрежесіне өткенін ЦНС-тің бұзылысын көрсетіп отыр. Яғни баланың ауырлық дәрежесі осыған байланысты, осы симптомдарға байланысты. Келесі сұрақ, қандай басқа аурулармен диагностика жүргіземіз? Жалпы нейротоксикозды менингитпен диагностика жүргізуге болады, дифференциалды диагностика. Біз мына жерде неге менингит емес нейротоксикоз деп алдық? Өйткені люмбальды пункцияның нәтижесінде бізде баланың клеточный белковый состав, яғни өзгермеген, прозрачный сұйықтық және де қысымы артқан. Яғни бұл нейротоксикоздың белгілері. Менингит болса, онда сұйықтық прозрачный емес, яғни онда ақуыз құрамы өзгереді және де қысым ондай жоғары болмайды. Бұл бізге яғни менингит емес нейротоксикоз екенін көрсетіп отыр. Келесі сұрақ, 4-ші сұрақ. Балаға қандай қосымша тексеру қажет? Негізгі бізде тексерулер қолымызда бар, яғни жалпы қан анализі, люмбальды пункция маңыздысы, зәр анализі. Сонымен қатар бізде мұнда балаға МРТ, КТ жүргізуге болады. Яғни ол кезде біздер баланың миындағы өзгерістерді көре аламыз. Яғни баланың қозуы, мазасыз болуы, жалпы милық симптомдары неге екенін ЦНС-та, яғни миында қандай өзгерістер бар екен, сол арқылы көре аламыз. Яғни МРТ, КТ жүргізуге болады. Сонымен қатар вирус анықтау үшін иммунофлюоресценция әдісін және де баланың, яғни